негізінде әрбір ютубер видео түсірмес бұрын жақсылап тұрып дайындалып алу керек. Мен дайын. Келесі бізде ол стикер. Кітаптар жатыр, кітаптар. Йо-майо. Осыншама кітапты оқыған ба мен? Бірақ сонда да тупоймын, а? Сол кезде осы фотоны қойдым. Тұрдарыш. Биттарыш. Ай, құтты болған сияқтар. Айта құтты болған ол кезде. Че за матча? Че за киім, че за прикид? Йо-майо. Осы қыздар былай шығыңдар, қазір талып қаласыңдар сендер осыны көріп. Самноды ер қыз башығар. Қыздар, осымен жүру сендерге шарт жоқ. Кәдімгідей бар ғой. Админ чысыға тықш мені деңдер болды. Ауырасың да? Еркек емессің бе? Не анау үлкен болып мультик қарап отырсың? Бұл аниме. Тасташ анимені емес, панжопта шыға алмай жүрсем. Адамгершілік құндылықтарды қалыптастырады. Драмны сол сөз айттың ба? Махаббат пен достық, өмір. Қысқасын айтқанда, аниме сенің ойыңды кеңейтеді. Қайырлы таң. Күннің нұры менің әп-әдемі бетіме түсіп жатыр. Қандай керемет сезім. Мал ану закат. Ауызыңды жапш. Не кадрдың ар жағында отырып алып отта отсың. Қайырлы. Міне, бұздың сен кесіріңнен. Так, будильник қою керек. Егер жақын жерге қойсам, мен ұйқылы болып түсіндіремін ғой. Сондықтан да мына жерге қойын. Осы жерде мен точно түсіндіре алмаймын. Ал прикиньте, если префайрщик или пабгер или пубгер бір-бірімен кездессе, онда нағыз соғыс басталайын деп тұр ғой. Free Fire. Люблю Free Fire. Free Fire? Фу, кеді шаның мұсырыңды. Не анау вообще? PUBG-дан бұрын шықты ғой Free Fire'дан. Сондықтан да PUBG не досы? Free Fire, PUBG, Free Fire, PUBG, Free Fire, PUBG. Менде сұрақ бар. Неге өмірде деловой адамдар көп болып кеткен? Теманы дұрыстап бастайық. Менің атым Нұрболат, жасым 16, мен жүрісім деловой. Браттан алашасың ба? Шамайын брат, мен дос емеспін. Не істеп айтсың, қолым ұрыс болмайтын. Ой, идеялер көмектесіп, все, давай, кетші. Алло! Стройка там, стройка. Ойлайтам ремонтан. На сегодня, 16 апреля 2021 жыл, в среднем в YouTube, включенной монетизации, статый канал Мистер Прикольчик заработал бы 1 миллион мынандай ақша. Мистер Прикольчик зарабатывает на YouTube 0,07 рублей в секунду, 626 рублей в день или 18791 рубль в месяц. Подсчет дохода видеосы за Атаның басым носа. Егер де дәл осылай болса екен барған достар. Өйстіп жүрем бе? Вот, айтыңдаршы маған. Өйстіп жүрем бе? Қарағасқа мен дешевый микрофон алып отырмын ғой. Не даже микрофона жоқ қой. iPhone 5, ей. Қайдағы 1 383 мен даже санап білмеймін мынаны вообще. Не мынау? Твой, блин. Интернетке сол үшін семеймін бар ғой. Сколько зарабатывает Мистер Прикольчик на YouTube? Еще менің аватаркам тұр. Ұятсыздар. Че за фигня қараңдар тауып алғаным. Мынан қара. Тексты песен Нұрболат Қуанғали бай деген өлеңім бар екен менің, оказывается. Исполнитель Қуанғали Нұрболат. Кім ол? Бай. Так, тан. О, Мистер Прикольчик. Болды, бітті музыка. О, аштық. Ой, юқтығыдық. Ну, нахер осы ойын. Осы рекордтан назарсақ, 2000 лайк. О, барған сайын күшті ойлап басып отырмын мен, что-то. Барған сайын қиындататын сияқтымын, что-то, да? Опа, новый рекорд.
Жасың нешеде? Жасым 16. Уже мен деген колледж оқу керекпін. Жұмыс жасауым керекпін. Қызбен жүру керек. Үйлену керек. Балалы бол. Короче, я 16-тамын. Жазылушылар саған қымбат па? Арзан. Чё за сұрақ мұны? Кола или пепси? Пепси кола. Біріншісі, мектепте тәртіпті болып жүресің бе? Қалай ойлайсың? Ну, енді тәртіпті болып жүруға тырысам енді. Ютубтан желание кетті ма? Біресе кетет, біресе келет. В основном келет и кетет. Күнде гамаш кигім келет. Екіншісі, өскенде кім болғың келеді? Бұйыртса енді режиссер болғың келет. Үшіншісі, қатын бар ма? Қатын бергеле. Ойнайтам. Тығыл, жоқ ойнайтам. Сен қайда тұрасың? Қайтам. Оралға барып көрдің бе? Қайтам. Сенің алғашқы видеоң не туралы? Менің алғашқы видеом ештеңе туралы емес. Нурик ФФ деп сәлем айтшы. Нурик Баяғы Нұрболат қайда? Ол баяғы Нұрболат нәләсін. Қазір міне тұрғын Нұрболат. Баяғы Нұрболат мен ғой. Тұрғын. Иә, білем, мінезім, характерім өзгерген шығар. Характеристика өзгереді ғой адамда. Intel Core i5 есімді өзгерттім ғой мен. Қазір RTX бірдеңе тұр ғой менің ішімде. Адам өзгереді, бір қалпында қала бермейді. Мен дамып жатырмын. Егер адам өзгеріп жатса, ол дамып жатыр деген сөз. Сондықтан да бұрынғы Нұрболатты іздемей ақ қойыңдар. Эльзагүл, мен ғой Жон Түсінбек, танымайсың ба? Мен өз қолымда клейлап тастан сияқтымын. 2, 3, 4, 10, x, сен науи... Үйіме оралуға. Ол саған көмектесе алмайды. Көмектесші. Жынды аны шошқа екенін білесің бе? Сендер реально осы Нұрболатты іздегілерің келе ма? Мына видеолардың дым қызық емес. Бұрынғы видеоларын сияқты күлкілі болса, күшті болар еді. Иә, саған мен болғым келмейді бұрынғы Нұрболат. Аяғыңды сүйіп көрдің бе? Free Fire ойнап көрдің бе? Мақсатқа жету үшін не істеу керек? Толықтай айтып берсең, қатты мазалайды. Мақсат қойып білсең, мақсатқа жетесің деген сөз. Менің айтатыным саған, мақсатқа жету үшін жай ғана жұмыс жасау керек. Болды, мен айта алмын басқа. Все просто, но жұмыс жасау керек дегенде саған просто емес ол. Көресің ғой өзің. Дұрыс мақсат қойып білсең болды. Сәлем достар, кешен барлық әлем прикольшін. Сәлем достар, қалайсыңдар бүгін көптен сұрақ жауап рубрикасы. Так, сонымен сұрақтарға жауап беремін, ойнен де кетіреміз. Балалы болдым, сендер 10 мың лайк жасаңдар, жинап тастадыңдар. Арнаға тіркеліңдер, лайк басыңдар. Келесі сұрақ жауап үшін 10 мың лайк жинаңдар. Окей, жоқ, кішкене виноватпын енді, кешіріңдер мені. Жазылушылар саған қымбат па? Это шедевр. Шедеврден басқа сөз білмеймін. Ты заслужил лайк, бро. Ты лайк заслужил, лайк басым. Че это было? Видеоның атынан өздеріңіз түсінгендей, бүгінгі видеода мен прикольчикті фотошоп ететін боламын. Бұл фотошоп необычный. Мен уже қорқып бастадым. Мен фотошоп деген білесіңдер ғой, өзі ойыншық емес, ол деген нағыз күш. Егер сол программа дұрыс қолданбайтын болсаңдар, бәлеге қаласыңдар. Құрсын қасқа. Минус жоқ, сразу плюстар қоя беріңдер. Барлықтарыңызға сәлем. Монтажер кім? Маған айтып келіңізші маған. Сіздерме, как всегда, мен Илья. Футболкасы қалай өзгеріп кеткен оның? Братан, сен қол алып жүрсің кішкене, нормально қылып сөйле, нормально қылып сөйле да, видео вздыхали, әйтпесе. Барлықтарыңа сәлем. Сендермен бірге мен, Нұрболат. Бүгін мен сендерге видео түсіремін.
Ал видео басталмай жатып, каналға лайк басып, тіркеліңдер. Сен бала, сен ана қатты қарастырасың ғой, қарастыру білесің ғой деп. Жоқ, ойлап атқан жоқпын өйтіп. Мен қарастырғанда осыны деген неше? Жаңа ғана үйреніп алғанша, өтетем алдында үйреніп алғанша. Өтірік айтпа. Өтетем 2 жыл бұрын үйреніп алғанша. Өтірік айтамын, 5 жыл бұрын үйреншемін. Ары қарай кетер туылғаннан бері үйреніп келсе, шарсыз мүмкін сен. Мистер Прикольчик, ох. Түсіндік, сен күшті болып монтаждайтыныңды, так что мен шығып кетем осы видеодан. Көзім үйінде шыдай алмайтын жерге кешіріңдер. Барлық әлем прикольшен. Жан, видео түсіріп жатырмын, кейін хабарласам я ма? Кешіріңдер, жұмыстан ғой. Барлық әлем прикольшенсі. Бүйткен интернеттегі махаббатыңның Әрі қарай екеуінің біреуі батыл әдіс жасау керек болады. Осыға шығып кету. Яғни айтқанда жеке хабарлама жазу. Бұл енді өзіміздің күнделікті қолданып жүрген сөздеріміз. Салам алейкум, қалайсың? Қайда боласың? Кетші. Жоғашпа деген сияқты сөздер. 4-ші кезең. Болды, осы кезеңнен кейін окончательно өздеріңді біттім деп санай бердіңдер. Конкретно осы кезде уже айдап жаным, сүйем, кием, жүресің бе? Жүресің бе? Деген сөздер сияқты басталады. Жүресің бе? Жүресің бе? Жүресің бе? Ол сөздің мәні неде? Егер сендердің махаббаттарың әлеуметтік желіде болса, одан да бүйтіп жазыңдар. Махатсы бұшсыны. Бүкіл стористеріне андай перепискалар болады ғой, сондайлар салып қояды ғой. Как будто адамдар именно сол адамдардың қалай сөйлесіп жатқанын көргісі келеді. Бар болғаны сториске тек жаным деген сөзді жазып қояды ғой. Ары қарай не болғанын екен біле ме адам? Олар бір-біріне ренжіп жүргенін қалай білдіреді? Жігіттердікі: "Любить достоин только мать кроме 3 и 5". Ал қыздардікі ше: "Мужчины никогда не должны предавать. Если жүріп басадың ба, до конца жүр". Осымен бітті. Ё-моё! Ну, ауырады деймін да. Сіздер тоже менің өмірімде бірінші рет маған статуэтка берген жансыздар. Рахмет. Базар жоқ, не заттап отыр? Білмеймін. Вообще, не айтып жатыр, бірақ түсініксіз лағым кіріп кетті. Ойлайтын. Түсіндім, бұл Wi-Fi-дің ақшасын төлемеген кездегі сәт қой мынау. Все, давай. Короче, жібер аны баланы, ол менің балам. Ой, прямой смысле түсінбей ақ қойыңдаршы, пожалуйста, переносите түсініңізші. Понятияларың бар сияқты деп ойлап отырмын мен олар. ДП болмайшы, ДП. Мазға. Боқтамасайшы. Мазға деген боға сөз емес қой. Қайдан білейін, жасы қой ма? Боға сөз ойлап тұрмын. Все, давай, свободитсің, жүре бер. Рахмет. Сен кімсің? Вопрос бермей не? Сен сұрақ қойғанда жоқсың ғой? Ал сен кімсің ал? Санчо. Санчо? Фиговый мачо, ёпта. Псих, блядь. Прикол встречаешь? Сені кім шақырды? Прикольчики келіп тұр. Нақ білдің. Оны сен сұрамай қойш, бауырым. Ішімдегі тәуірім. Короче, үйден шығып прикольчик айтты, ешкім кіргізбесін. Руки прочь, бауырым. Денеңді босса, бұл дискотека с 90. Братан, түсіріп алшын оны. Түсіріп алшын оны, братан. Аяқ киім. Біреудің аяқ киіміне ұқсады явно. Явно мынау деген бір блогердің аяқ киім. Мен тек қана бір блогерді білем. Призер жайлы түсіреді. Тұр, бір минут. Это удивительно. Каждый этаж заброшенного здания охраняется различными духами. О, дева. Все, достар. Çıkardım. Yok,
Жаттам. Не істейсің? Отырмын. Әңгіме айтып, ема қолтық қышып кетті ғой сендер көргеннен кейін. Таниды мені. Мен емес екен ғой. Прикольчик екен ғой. Мистер Прикольчик? Қыз. Сен мистер Прикольчиксің ғой? Жоқ, мен оның танысымын. Неге мен сонымен шатастыра бердім? Эпилепсия болып кеткен жоқсың ба әйтеуір? Отырма десем, пи***сің ба, я? Любой очкиген алып саған берме не? Жоқ, сен очкиіңде шаруам жоқ. Сен очкиің базар жоқ, саған айтып отырмын саған. Сен очкиіңде кеспе, сен очкиге сөз жоқ, базар жоқ. Өзің пи***сің деп отырмын. Очкиге сөз тигізбе, маған сөз тигізбе, очкиме сөз тигізбе бірақ. Очкиң. Нормальный бала, красавчик. Really, adamay. Вертолет по нему. Ё-моё. А4 маған огонь депті. А4 маған комментарий жазды. Али Кезеттің шын фанаты болсаң маған тіркеші. Али Кезет үшін. Али Кезет, ура, ура, Али Кезет, сайыншыке тіркелем қазір. Али Кезет сияқты видео шығараншар болды. Али Кезет, Али Кезет, Али Кезет, Али Кезет. Shadow Fight 2 ойнадым. Кет бар, мен сені Али Кезет жайлы видео түсіретті ойладым. Кет. Жоқ бол бар. Кеп ойлап қалса қайтесің ал сайыншық. Саған Али Кезеттің фанаттары келіп каналды кіріп қалса жүректерін ауыртып жібересің ғой олар. Бүйтуге болмайды сайыншық. Одан да мистер Прикольчик фанат болсаң маған тіркел дей берген. Ең алдымен адам спорт деген затпен айналысу керек. Себебі денесі саудың рухы сау деп бекер айтпайды переводчиктер. Вот мысал ретінде көрсетейін. Жалпы спорт менің жан досым. Менш? Сен түсір. Вот турник. Қарапайым турниктің тартылуының өзі 10 литр горилладан қарағанда 13 есе береді. Даже мен сендерге қазір көрсетіп бере аламын. Айтпақшы достар, спрайт деген неге тұрсын десеңдер, просто бізде груша керек пе? 2. Опять тройн. 4. ТЖБ деген 90-дыққа сен қандай білім алдың солын тексеретін тест. Надеюсь, барлығын түсіндіңдер. Түсінбеген адам малшылар. Сонымен ол 90-дық біліміңді тексеретін тест. Ал білімді ең алдымен адам аниме тесттерден тексереді. Олсыз ешқандай ПЖБ, ТЖБ-ны 4-ке бітіре алмайсың. Көрдің бе? Наруто Удзумакисің ғой. Неше бал жинады? Бал деген зат бола ма? Блин, айтпайсың. Егер білмей жатқан бір нәрсең болса, достарыңнан немесе класстастарыңнан сұра. Мен сенімдімін. Олар сені қиын жағдайға тастамайды. Қуасың ба Нұрболат, сен ауырасың ба еще? Оңай сұрақтар ғой, өзің жас. Привет, Нұрболат. Жоқ, бере алмаймын, өзің жас. Көңіл күйді көтеру үшін шекері жоқ чайды алып, ютубты қосып, қазақша әліппені қараймыз. Етік. Мінекей, осымен болды. Егер де тәжірибелеріңізді жақсы бағаға бітіріп жатсаңдар, апайларыңызға айтыңдар. Нұрболат мырза үйретті деп. Сол кезде бүкіл мектептегі апайлар менің еңбегімді бағалайтын болады. Қайда шанс бар. Мүмкін емес. Бәрі жақсы. Шүкір, болады. Бәрі жақсы. Мен ойландым, көп ойландым. Неліктен бәрі солай. Түсінесіңдер ме? Өмір деген Каспий теңізінің толқыны сияқты. Біресе қатты, біресе тыныш. Сендер қалай ойлайсыңдар? Ютуберге ең маңыздысы не? Монтаж? Иди в жопу. Жоқ, монтаж емес. Идея. Вот самое важное то. Бұрыннан сөйтіп жатыр ма? Иә. Вообще не болды? Ну, сен есікті қақтың, мен есікті аштым, потом есікті ашқаннан кейін екеуміз жүріп жатқанда осы жатыр жерде. Онда неге мұрны қан? Қайдан білейін, мен деген бас ауырып, бүйтіп жерге жата салған шығар содан. Түсіндім. Тырнамамаған ғой, яғни, тырнамамаған. Санчо,
ау, не косячник болып жүрсің? Серьезно айтам, брат, мен емес. Оны біз көреміз, қара. Мен мен оны залға апарып алайықшы. Жақсы. Солай, короче, мен далада көрдім жүретін едім. Сосын жүріп жатқан кезде бір топ бала маған тиісіп бастаған. И сол кезде сол келеді. Сөйтіп ол бір топ баланы қуып жіберіп, маған келіп, "Чатам" дейді. Сөйтіп барып ол кетіп қалады да ұшып кетеді. Қойшы ема. Болады ғой, супергерой бүйтіп шу деп ұшып кетеді ғой, солай сияқты болып кетті ғой. Да ну. Мен айтамын, мен таныс досым ғой. Жалпы базар жоқ айтады екенсің. Жайдарманға баруға жылайын жоқ па? Ой, родной, базар жоқ бала екенсің. Негізі бар ғой, сен достойный жігітсің, конкретно бар ғой. Безобид ема. Окей, я түсіндім. Сият кім вообще? Бекмамбет оның аты. О, прикольчик, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Шүкір. Все, успокойся. Окей, көрейін. Итак, кім бастады қырылып? Анау. Окей, Санчо. В общем, мен жатыр едім, потом кухняға барғым келіп кетті. Кухняға барсам, мына тұр екен. Шық десем шықпайды. Потом құрылыс басталды. Терпилі екенсің. Сол ғой. Дым. Мен анимешіктері жыным келеді, сучка. Боқтамашы, сука, бет нахуй. Өзің көт. Сідік екенсің. Ревьюдағы түрін кеміске ұқсап тұр. Болды, дайын тұр, тігідік, адрес, номер бәрін таптым, все. Далбан, түсіресің бән, норм түсірш, приколдарың нөл өтпейді. Қуып кетті оң конкретно. Нахуя пиздешарсың, сука, маған емес екен ғой. Sony Vegas'tan Premiere Pro'ға көшу қиын болды ма? Өте қиын болды. Бұл қиыншылықты сөзбен айту мүмкін емес. Ең алдымен сен как будто шетелдей туылғандай жаңада шыққан бала сияқты боласың. Тонып тұрасың ғой, сондай болып тұрады да, типа что-то не хватает, теплота внутри не хватает, друзья мои. Ойлап қаласың. Негізі мен видео монтаждап білетін едім, ал негізі қазір осы монтаждай алмай қалдым. Неге екен деп Sony Vegas'қа қайттан оралғым келеді, бірақ жоқ. Тоқтамау керексің, ары қарай до конца жүру керексің. Сондықтан да достар, короче, бір сөзбен қиын болды. 100 000 подписчикке жеткендегі көңіл күй. 100 000 подписчик. Базар жоқ. Видеоның бірінші трендке түскенде қалай қуандың? Видеом трендте тұр. Базар жоқ. Күреске қатыс әйтпесе тыңдайрам. Бауырым, абайлап сөйле сені. Конкретно бар ғой, кімге нәйже дейіп тұрсың, білесің ба сені? Білесің ба, мен бұрында қандай бала болдым, Сен конкретно кімге нәйже дейіп тұрсың? За базарым, следи, родной. Конкретно бар ғой, мынау медальді мен деген кино түсірген үшін алдым, конкретно бар ғой, таза алтын, если чё. Адам енді өз-өзін қорғандың керек қой енді. Күреске қатыс дейді. Күрес базар жоқ, мен қатыстым. Бір-екі рет мені қадаған болды, сосын барып шығып кеттім. Қайталанбайтын болам мен өз қателіктерімді. Жаман күндер ол қателіктері жою күндер. Егер жоя алмаса, сол жаман күндер тола береді. Статты шығарып қойыңдар, сонда менің мынандай фотом болсын. Салам алейкум. Иван, Сосын радиохаларының біреуі маған жушишті пастасын ұсынды. Жушиш не қарауытсың? Мен ноутбуктан қорқынышты фильм қарап отырдым. Неге күліп жатыр десеңдер, себебі қорқынышты фильмдарды мен күнде солай қараймын. Қатып тұряжит. Сондықтан да мен оған давай қорқынышты ертегі айтайық деп ұсындым. Ол дайын тұрды. Бірінші ол бастады. Оның ертегісін мен ұйықтап қалдым. Ол мені оятты. Сенің кезегің келді дейді. Ал мен не айтарымды білмедім. Сондықтан да оны қорқытып бастадым. Өтіріктен талып қалдым. Ол ағалай берді. Бетімнен шапалақ берді. Бірнеше рет түртті. Мен әрең шыдап отырмын. Енді мені қытықтауды шешті. Сол кезде шыдамай күліп жібердім. Ол маған ертегіні айтсын деді. Ал жақсы деп қорқынышты ертегіні айтып бастады. Бастамасы оған қызық болмады. Бірақ жайлап мен құбыжықтар жайлы айтып бастадым. Оған бәрібір болды. Мен оған ол шын өмірде болған жағдай деп айттым. Інім қорқып бастады. Әрі қарай айта берген сайын ол көрпеге жамылып бастады. Менің ертегім қорқынышты болды. Жаңа жыл басталуына әлі 1 апта бар. Пока что смело демалсам болады. 1 апта өтті. Да ну нафиг, дата тез өтіп кетті мане. Осындай жылдамдықпен өмірімді какой-то қара фондағы текстпен өткізе аламын ғой. Мысалға жаңа жылға 1 сағат қалды деп. Жаңа жылға 1 сағат қалды. Қумаңшы, кайфты бұздыңдар ғой. Уақыт артқа жылжыды десеңдер жақсы болар еді. Уақыт артқа жылжымады. Құрыңшы бар. Так как менде бұғыла жоқ болғандықтан, бұлай жаяу жүріп адамдарға беремін ау деймін. Бір адамға уже сыйлық бердім. Әлі 19 миллион адамдарға беруім керек. Бұлай қарасаң, какой-то 19 миллион адамдарға. Мен оны бокстан спаррингке шақырдым. Біз екеуміз қырылдық. Бір кезде маған телефоннан қоңырау шалады. Алло, я мама, тамақ іштім. Я бәрі жақсы.
Жоқ, мияқта біреумен қырылып жатырмын. Я 12-ге дейін келем үйге. Мен де сені жақсы көремін. Так, все, давай дедім. Ол маған, қайда кеттің деді. Адамдарға сыйлық беруге дедім мен. Ол маған да берші деді. Атаның басы құрор. Короче, проблеманы шештім. Мен бір үйге кіріп кеттім. Үйге сыйлық қалдырдым. Басқа үйге тағы бір сыйлық қалдырдым. Мына үйге мен түшіп кеттім. Өйткені себебі. Мен сыйлық қалмағаныма көп болды. Қайда қарамасам, айналадағы адамдар бәрі мені мазақтайды. Сен маған көмектесесің деп ойлаймын. Мен сенемін. Маған PlayStation 5, iPhone 13 и 2 коттеджді үй алып берсең, риза болатын едім. Өйткені Аяз атаның шеше. Мен бірнеше жақындарыма осы адамдардың нөмірлерін біліп алшы деп хабарластым. Связь ғой, связь. Сол маған барлығы бірдей жауап берді. Миымды шертпеш Нұрболатқа экспериментмен бірге сені бетке берем. Қой одан да бір жерімді қысайын. Мен олардың киімдерін түрттім. Олар маған қарады. Так, Нурик, сабыр. Адамдар бір-біріне қарап тұрса не істейтін еді? Әрине амандасады ғой. Мен қолымды создым. Енді давай бір дені дұрыс сөзді айт. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Мен сіздің шығармашылығыңызға қызығып осы жерге келдім. Олар күлді де басынан сипап экспериментке болатын бала екен деп айтқан. Олардан парашют алып кетіп секретін жерге қарай жүгірдім. Олар менің артынан жүгірді. Мен былай жүгірдім. Олар былай жүгірді. Парашютпен ұшуға болмайды деген. Мен неге деп сұрағанда, олар сол деп жауап берді. Не деген нақты жауап, Көзімді ашып қалсам бір үйдемін. Терезеге қарасам бір ауылдамын. Қасымда досым бар болды. Ол маған сен кімсің деді. Менің атым Нұрболат, сенің атың кім болады? Атым Бержан, ал мынау інім Мержан. Сөйтіп жүріп досыммен танысып кеттім. Туалетке ұқсас сасық жерге әкелген. Есігін ашып қалсам бір үлкен тесік тұр екен. Оған мен не істеймін? Қайта жоқ бірдеңе істейді екенмін ғой. Мен өз шаруамды бітірдім. Енді суын қалай жібереді екен? Сол уақытта досым келіп қалды. Ал мен туалетке сол кезде су жіберіп отырдым. Бутылкамен. Ол маған сен не істеп тұрсың деді. Мен оған туалетке су жібермейсіңдер ме? Сасып отыр ғой дедім. Бержан мені бір жерге әкелді. Қай жер мұның? Біз ішіне кірдік. Ол маған тазала деді. Мен қораға кірдім десем де болады. Буквально. Мен қораны тазаладым. Тауықтармен общение ұстадым. Тауықтардың оказывается понятиелері бар екен. Мықты әңгімелерді айтып шықты. Ал Бержан бүкіл дәрігерлерге звондап шықты. Себебі мені шизик деп ойлап жүр. Қуады-ау деймін осылар. Келесі күні мен деген конкретно фильм түсіремін деген мақсат қойдым. Деп мақсат қойып тамақ жедім. Окей, Нұрболат, фильм түсіру ол оңай нәрсе емес. Сондықтан да Google атадан көмек сұрадым. Окей, Google ата қалай фильм түсіруге болады? Өзіме керекті ақпаратты таптым. Окей, ең алдымен жанрдан бастау керек. Әрине боевик. Неге десеңдер, себебі это жизнь, братуха. Дәл солай. Мен паркта жүрдім. Паркта бір адам өзінің фотоаппаратымен гүлдерді түсіріп жатыр екен. Вот содан мен сұрап ала тұрдым. Бұл ешқандай ұрлық емес. Мен профессионалды актерлардың және жұлдыздардың личикасын менің фильміме түсіңізші деп жазды. Олар менен гонорар ештеңе деп сұрады. Гонорарыңды білмеймін, бір-екі чайыңа шек алып үйіңе такси дей салдым. Олар мені чысыға тықты. Ой, ладно, керек едіңдер маған. Оларға сценарий бердім. Олар сценарийны оқып говно деді. Сөзсіңдер сол говноға деді. Олар давай я деді. Камера, мотор дей берген сайын мыналар күле береді. Бұл маған ұнамады. Мен тыныш деп айқайладым. Олар одан сайын күле берді. Мен оларға егер фильм жақсы шығып жатса гонорарын бөлемін дедім. Олар рөлге беріліп ойнады. Мен үзіліске шығып кеткен кезде олар жабайланып бастады. Молодец. Молодец. Монтажер екенсің айтпайсың ғой. Мен үзілістен келгенде олар құтырып бірдеңе істеп жүрді. Біреу даже штативпен камера үшін өліп бара жатқан дым көрмеген адам құсап. Кейін бәрін түзеп фильмді түсіріп аяқтадық. Мен туалетте жұмыс жасап отқан кезде, шынымен де жұмыс жасап отырмын. Қараңдар. Сол жұмыс жасап отқан кезде маған Бекзат деген досым соғады. Мен оған бос емеспін дедім. Шынымен де қараңдар. Ол маған компьютерімді жөндеп берші деді. Ол дұрыс адамға хабарласты. Себебі мен компьютер жөндеуден атақты шеберім. Неше түрлі ағайындарыма көмектестім. Мамаға WhatsApp аштым. Сонда мына досым маған компьютерді тегін жөндеп берші дей ме? Намысыма тиді. Сондықтан да тамақ берсең ғана жөндеп беремін дедім. Мен балғамен компьютер үстіне бірнеше рет қақтым. Бекзат бөлмеге кіріп менің бетіне бір соқты. Ауырасың ба деген. Компьютер сол кезде қосылып кетті. Причем қатпаған. Ол маған қарады. Мен оған қарадым. Менен кешірім сұрап тамақ бере бастады. Мен сыйлығын қабылдамадым. Қуама мен бетінен ұрып. Сондықтан да мен одан тамақ емес ақша сұрадым. Ол отказ берді. Мен ашуланып тамағын жедім. Бір кезде қасынан біртүрлі капюшондағы адам өтіп кетті. Ол басқа скамейкада отырды. Бетінде маска болды. Мынау серьезно біртүрлі екен. Біраз уақытта ол телефоннан шықпады. Мен әлі де оған қарап тұрдым. Ол орнынан тұрып кетіп қалды. Мен оны аңдауды шештім. Ол мені көріп қалды. Мен ол мені көріп қалғанын көріп қалдым. Ол походу сезген сияқты мен оны аңдап жатқанын. Сондықтан да резко телефон алып бірдеңе істеп отырды. Бір кезде қалтамдағы телефоннан тоғырады. Ол қатты ауырды. Мен даже біраз уақыт бойы дірілдеп жаттым. Ал анау біртүрлі бала қашып кетті. Реально біртүрлі екен. Телефоннан программаны аштым. Светофор қуып кетті. Охо, мен светофорды хакнуть еттім. Керемет нәтиже. Кстати, мен очким тағы да ауысып кетті. Маған бір адам подозрительно қарап бастады. Аты кім оның? Аха, Дүйкен Сүңгібайұлы. Не істеп жатыр ол? Алло, полиция бөлімшесі айта беріңіз. Мына қақпас полицияға звондап жатыр ғой. Мен оның телефонын сындырып бетіне бір соқтым. Сен мені көрген жоқсың. Мен сені көрген жоқпын. Түсіндің бе? Бірақ мен сені көрдім ғой. Ишакбас.
Қызық үшін оның интернеттегі парақшасын взломать етуді шештім. Мәссаған, мынау бір қызға мен жайлы өсек айтып жүр ғой. Фу, қыздың түрі онша емес екен. Стоп, бұл менің қызым ғой. Ол нағып менің қызыммен сөйлеп жүр. Ладно, жүрейін ба досымен бір қыз үшін керісіп. Одан да бір талдыртып жібермейін ба оны? Сесін менің ішімдегі жан дүниемді. Бір кезде маған телефон соғады. Hello, amigo. Біз сен жайлы естідік. Менің атым Джонсон Криспен Клаудио. Мен әлемдегі ең мықты хакерлердің ішіне кіремін. Точнее, кірдім. Бірақ сен менің орнымды басып алдың. Чорт. О, мықты. Стоп. Ал сен менің номерімді қалай таптың? Енді хакер емеспіз бе? Гүлзипа апаны сұрап алдым, конечно. В общем, ол фигня. Сен отморозок Пентагон взломать еткенсің бе? Иә. О, қақпас. Ладно, менде саған ұсынысым бар. Көп ақша тапқың келе ме? Жоқ. Бүкіл әлем сенің қолыңда болғанын қалайсың ба? Жоқ. Мазақ қып түсма не бәлесің? Я не салшы. Иә. Короче, бүгін сен тікелей эфирге шығу керексің. Жаңалыққа. Бүкіл әлемдік жаңалыққа. Адамдарды қорқыту керексің. Особенно мемлекеттік адамдарды. Түсіндің бе? Жақсы. Ол трубканы қойды. Ассалаумағалейкум көрермендер, бүгінгі біздің жаңалықтарда. Мәссаған. Не Что там, қалайсың, сол баяғы Нұрболат болма? МК өзіңнің атыңды не айтып жатсың? Енді өзін таныстырмайын ба? Басқа атпен таныстырсайшы өзіңді. Мен Нұрболат емеспін, мен құпиябаймын. Жалғастыр, тез. Короче, бізден қорқыңдар, себебі мен қазір өзімнің бұрынғы видеоларымды осып қоямын. Қайдағы видео? Айт, бомбаны взломать етемін деп. Бомба взломать етемін, короче, қорқыңдар бізден. Жалғастыр, давай, бол. Тез, бошиш. Тұр. Ой, отморозок, ё-моё. Камераң қалай су кіреді? Күліп жатқан кезде мен ішіп жатқан шайымнан қақалып қалдым. Ауа, жұта алмадым, сөйлей алмадым, сообщение жаза алмадым. Конкретно өлейін деп тұрдым, в общем. Бір кезде бәрі қойды. Мен қуандым. Сол үшін тағы да бір ақ шай ішіп жібердім. Мен оған маған не болып жатқанын айттым. Ол бәрін түсініп, саған көмектесем деді. Бірақ ең алдымен мусор төгіп қайт деді. Ал ол кезде далада жаңбыр жауды. Мен қоқыс төктім. Сол кезде мен найзағай ұрды. Сөйтіп жүріп бөлмеме досым келді. Дәріні іш деді. Жоқ, бұл түс емес екен. Мен дәріні іштім. Бәрі нормально болды. Мықты. Мен досымнан мынау не дәрі деп сұрадым. Ол маған білмеймін, столдың үстінде тұр екен деп айтты. Бірақ столдың үстінде әлсіз ретінде дәрі болды ғой. Мен тағы да ұйықтап қалдым. Біресе қабаған иттер менің артымнан жүгіреді, біресе самолет құлайды, біресе мен құлаймын, біресе байқамай маған снайпермен ат жібереді. Ой, кешіріңіз, сізге емес, бұлай тұрасыз ба? Ештеңе етпесім, жүре берем бе? Біресе Майнкрафттағы крипер жарады. Ол вообще басқа тема ғой. В общем, мен не істемесем де всегда өліп қалуға жазап жатырмын. Менде басқа амал қалмады. Мен үйге дәрігерді шақырдым. Ол маған күлді. Мен оны үйден шығардым. Тамақ, покрывалы, камера, анау-мынау. Теңізге демалысқа керек заттарды алуға, в общем. Ал мен тек су алдым. Бұл менің осы жаздағы бірінші теңізге баруым. Мен қатты қуандым. Ал Бекзат қуанбады. Походу настроениесі жоқ шығар. Неге настроениесі жоқ екенін мен ақырында біле алмадым. Біз ары қарай жол жүрдік. Мен тез жүрдім. Бекзат сүмірейіп, асықпай жүрді. Бол шешті! Мен сумкадан чипсы шығарып жедім. Сосын маған покрывалы жай деді. Мен сумкадан покрывалыны алып жерге отырып чипсы жедім. Хотя жоқ. Мен сумкадан чипсыны алып жерге отырып покрывало жедім. Или жоқ. Чипсыға отырып үстіме покрывало жайдым. Жоқ, олай емес вроде. Покрывало жайып покрывалыға отырып чипсы жедім. О, енді дұрыс сияқты. Сосын екеуміз суға түстік. Бір кезде Мал! Все, сен соғыс жарияладың. Біз екеуміз бір-бірімізге су шашып тұрдық. Қатаймауы керек еді оған. Ақырында мен ұмытылып қалдым. Өз орныма отырып орамалмен жамылып алдым. Ал Бекзат балшықтан үй жасап отырды. Болды ғой мет жас баланың тірлігін істеп. Бір қарап қалсан үлкен замок жасаған. Өзімнің өмірімді жазатын боламын. Қалай маған ешкім сенбегенін, қалай жетістікке жеткенім. Бірақ ол үшін мен хотя бы бір жетістікке жету керекпін. Осы трек менің жетістігім болады. Че-то мотивация керек. Ютубтан маргештердің видеоларын, клиптерін қарадым. Туалетте құстым. Все, енді нормально. Бірақ студияға осындай түрмен барам ба? Рэпер құсап кейін алайын лучше. Цеп ең бастысы. Хотя менде қазір ақша жоқ, сондықтан атаң басты цеп. Толстовка. Бандамы. Туф, бұндай стильге тек тупак жетпесе ешкім жетпейді ау. Мен студияға адамдармен хабарластым. Олар келе берсін деген. Мен келдім. Өз өлеңімді айттым. Продюсерлер күлді. Ничего, көреміз. Менде бұны потихару текстке жаздым. Қалайша тез танымал болуға болады? Ең бастысы ол желание. Күнде өзіме күресу ғой. Тырнақты уақытында алып жүрдім мен жалпы. Үйден шыққан кезде есікті кілтеп жүрдім ғой. Апайлар, мұғалімдер шашты қи деген кезде қиып жүрдім, сол сөйтіп жайлап көтерілдік қой. Ал енді келесі сұрағым, сізді бәрі өте қатты бай дейді. Ал енді құпия болмаса сол байлыққа қалай жеттіңіз? Мен кешкі 6-тан кейін мусор төкпедім.
чапалақ. Мен үйде ұйықтап жатырдым. Бір кезде будильник соғылды. Сағатқа қарасам 12 болып қалыпты. Бүгін что-то ерте ояныппын. Бүгінге жалпы өзі не план? Дәптерімді ашсам бүгінге планым жоқ екен. Ойыншықтың аты попит екен. Басында мен не прикол екен түсінбедім. Неғып адамдар бұны сатып жатыр? Қарапайым зат қой. Бүкіл досым сол попитпен ойнайды. Қардастарым да ойнайды. Інілерімнен басқа да даладағы қарапайым баса сол попитпен ойнайды. Үйге келдім. Попитпен 10 минуттай ойнадым. Вроде бы қарапайым зат. Бір кезде мен үйіме есік қағады. Есікті ашып басам достарымның барлығы тортпен мені құттықтады. Модик емес досымыз, наконец-то хотя бы кішкене болса да модик болды деп маған тортты берді дедім, болмады, үйге шығып кетті. Қуама мыналар деп қалдым ғой сол кезде. Торттың сенегін алмаған емес. Мен тортты жедім. Өте дәмді. Тортты жеп отырып мен попитпен ойнадым. Попит маған ұнай бастады. Негізінде мен бұрында итпен ойнайтын едім. Қазір өзім ит болып попитпен ойнап отырмын. Терезеге қарадым. Вроде бы бәрі нормально. Мен терезені өшірдім. Что-то қараңғы болып кетті. Терезені орнына келтірдім. О, осылай жақсы сияқты. Өзіме қайтадан чай құйып алдым. Печенье алдым. Мында тек біреу болды. Көбейту керек срочно. Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V. Емнеке менің алдымда 4 штук печенье. Жиі алжу керек сияқты маған. Қайтадан артқа бастым. Кроваттың текстурасынан өтіп кеттім. Немене? Диван аппақ болып қатып қалды. Кейін диван жасамай тұр деген хабарлама шықты. Мен уайымдап бастадым. Айнаға қарадым. Айнада қуып бастады. Че? Мен бір орында секіріп бастадым. Ана қасқа вообще шайды. Мен шайнек қайнаттым. Досым екеумізге шай құйдым. Бірақ су қайнап буланып жоқ болып кетті. Оны тек мен шығар көріп жатқан. Мен досыма апарып бердім. Досым маған неге ішінде шай жоқ деді. Мен оған сол деп прикол деп айттым. Ол маған неге шайнектің орнына аяқ киім қойдың деп сұрады. Шынымен неге? Жақсы, бір орында отыра бергеннен дым пайдасы жоқ. Сол үшін басқа жерде отырайын. Жоқ, по-любому өзгеріс жоқ екен. Қоршаған ортамен танысып алайын одан да. Так, мына жерде көл, ал мына жерде малдар. Арасына қосылып кетейін бе? Ойнайтын. Ол маған мына жерде қалай өмір сүру керек екенін айтты. Ең алдымен ағашты сындыру керек дейді. Оу, жаным сол, баяғыдан бері өсіп келе жатсың ба? Ей деді Нұрлан маған. А дедім мен. Олай емес деді. Досым маған қолмен ұру керек деді. Сындырып болғаннан кейін біз үй құрауды шештік. Мен үй құрастырдым, ол да құрастырды. Оның үйі былай шықты, менікі былай. Бастапқыға жақсы деп ойлаймын жалпы. Мен онда не болды деп сұрадым. Ол маған екеуміздің сабаққа қатыспай жүргенімізге көп болғаны деп түсіндірген. Егер біз көп қатыспай жүре берсек, бізді әжелер етіп қуып жібереді деді. Сондықтан да бірге жұмыс жасайық деп ұсынды. Мен оған бәрін өзім шешемін дедім. Шешемін деп әрі қарай Мұрат Әбділданың мықты цитаталарын оқи бердім. Негізі бүйтіп отырғаннан да пайда жоқ. Сондықтан да басқаша отырдым. Біз дайындалып бастадық. Ғылым жайлы сөйлестік. Бәрі қызық болды, бірақ мені үнемі телефонда звоноктар алаңдата берді. Мен өзімнің танысымды қойып тастадым. Танысымның досын қойып тастадым. Танысымның досының қызын қойып тастадым. Танысымның досының қызының әжесінің қойып тастадым. Танысымның досының қызының әжесінің ағаш туысының алабайын қойып тастадым. Дональд Трампты да. Бұл менің жыныма тиді. Жалпы менің әр күнім ерекше сәттерге толы. Не далада ұйықтаймын, не скамейкада жатамын, не балалар менен қашады, не мен менттерден қашамын. Есте кетпес естеліктер ғой. Адамдардан танат сұрап бастадым. Қасыма тағы бір бомж отырып алды. Кет бар құры, бұл менің жерім. Ол маған кетпеймін деді. Қазір кетпесең үйге барып мылтығымды әкеліп бетінен түр қалдырмаймын дедім. Мен бомжбын ғой. Қайдағы үй? Ол маған менде дәшірек бар деді. Да ну, доспыз ғой да родной. Ол менен кетіп қалды. Окей, көреміз кидалы. Далада жүріп жатқан кезде бір заброшканы көріп қалдым. Хата. Бір кезде жанағы маған даширак бермеген бейшара келді. Ой бейшара. Неғып жүр ол? Қолында даширак болды. Мен одан даширак сұрадым. Ол қарумен тұрды. Окей. Ол маған шық деді. Мен шықпаймын деп қаруынан бір теуіп, бетінен бір соғып, аяғына бір атып, ойнайтам құрсын. Бетінен бір соғып, даширагын алып қашып кеттім. Бұл какой-то боевик болды, Мен әрі жүрдім, бері жүрдім, отырдым, тұрдым, чет қосылды. Жоқ, бұл GTA емес қой. Екеуміз біраз әңгімелестік. Бекзат кезінде бизнес ашқан, содан көтеріліп кеттім деген. Мен жаңа ғана даширак аштым. Соны жеп тұрмын дедім. Ол маған ақша беріп, сасымай жүрш, өзіңе одеколон мен рултын алшы деді. Рахмет! Ешек, әлі есек білмейді. Тупой берғақ бля. Мен ұйқыдан ояндым. Хотя жоқ, оянбадым. Бұл мен түсім болды, оказывается. Жалпы мен сияқты адамдарды ояту қиын. Маған сообщение келді. Мен ояндым. Ол қыз мені бүгін киноға шақырды. Да ну, қыз, мені? Мен келістім. Келістім, значит, дайындалым керек. Дайындалым керек болса, онда мен дайын емеспін. Мен паника ұстадым. Хотя паниканы неғып ұстаймын, итек қолым бос емес. Мен тісімді тазаладым. Қасқа кинотеатрда аузым шіріп отпасын. Тіс жуатын пастам, оказывается, майонез болып шықты. Вот это подстава дейсің. Кім вообще майонезді ваннаға қояды? Микроволновка бар ғой? Каспиімде болса 1000 теңге. Ол деген где-то бір-екі прайс, хавчик пен сушіне қажететін нәрсе ғой. Ал мен болса оның орнына дойын сатып алдым. Ну чё, кайф қой. Бірақ сол кайф ұзаққа созылмады. Маған срочно ақша керек. Мен колледждегі группаластарыма идея айттым. Олар менің идеям фигня деді. А чё, банктоны фигня ма не? Олар просто түсінбейді ғой. Пока что неден ауырып қалымды білмей тұрмын. Оған дейін мен әр түн сайын балмұздақ жейтін. Әр таң сайын салқын душқа түсіп жүрдім. Антарктидаға по прикол соғып кететін. Бірақ солардың кесірінен ауырып жатқан жоқпын деп ойлаймын мен. Походу менің ауырып жатқан себебім какой-то бір ешекбас метрода менің бетіме түшкіргеннен точно содан болуы мүмкін. Ауруханаға баруды шештім. Үйден шықтым, такси тоқтаттым, ауруханаға келдім. Ал егер олар мені коронавирус деп жазып жіберсе чё?
қой нафиг үйге бастым. Не болса да ол болсын деп дәрігерді шақырдым. Дәрігер келді. Мен оған барлық симптомдарды айттым. Ол маған саған жай суық тиді деді де кетіп қалды. Да ну нафиг, ыстық тиген шығар деп ойласам, в общем ол маған тағы жылы заттар ішіп төсекте жатсын деген. Мен шәйнектегі ыссы су біткенін байқадым. Шәйнек мен мұңайғанымды байқады. Сондықтан да өзімен өзі су толып кетті. Мен қуанып кеттім. Айнет атаның басы. Ондай болмайды тау. Мен кипяток құюға кеттім. Кипяток не екенін білмесеңдер, мынандай ыссы су беретін шайтан машина. Бұрында мен соның кесірінен қолымды күйдіріп алдым. Өспеген кез ол кезде қайтеміз. Мен қолымды күйдіріп алдым. Қолым ауыртты, қатты ауыртты. Шәйнекті мен столға қойдым. Ержан менен не болды деп сұрады. Оған мен не болғанын айтып бердім. Ол менің сөзіме сенбеді. Невозможно ғой, брат. Брат, мен реально жарақат алдым. Енді не істерімді білмеймін. Менің анам айтшы PlayStation 5 алып берсін деп. Ол окей деді де телефонда отыра берді. Но оның бас жасай ма? Менің сөзім оған просто звук болып тұр ғой. Ну ничего, сен саусағын кипятокқа түсіп кетсін. Көреміз сол кезде не істейтінін. Ол маған анама звондап жатқанын көрсетті. Досым кетті, мен қалдым. Қайта жоқ. Мен кеттім, досым қалды. Қайта жоқ. Екеуміз кеттік, шәйнек қалды. Так стоп. Досым кетті, мен қалдым. О, нормально. Ол қайтып оралды. Қолында самса болды. Бірақ өзіне. Менімен бөліскісі келмеді. Ладно, дос емеспін сенімен. Араласпай қойшы вообще. Ол окей деді. Ол енді біртүрлі болды. Мен оған ойнап айтамын дедім. Ол маған сен кімсің деді. О, бәрекелді. Қарным ашты, ішім пісті. Плюс еще досымнан айырылдым. Че опаздываешь? Не обессуй, братан. Махан ғой просто. Мынанға жұмсап жүрген. Түсініп тұра шаштың өзің неге екенін. Просто үйде нам өтіп қалды да, енді тамақ жеу керек. И давай сразу договоримся. Не называй меня папа. Это меня чуть напрягает, хорошо? Не деймін? Байта деймін ба? Махан деймін ба? Сержан десем тағы да бір бетіне мамалтасың ғой мен. Ты можешь по-человечески разговаривать? Не беси меня. Қайтып бастадың ба? Алдик, қорықпа, мен саған тиіспеймін. Главное, мамаңа звондаушы болма. Ема? Алло, мам, привет, қалайсың? Ой, ана, Алдик. Қожа! Бауыр сағасылып қалды. Че, өтпеді ма не? Өтіріктеп күліп қойсайшы енді хотя бы. Ол күні менің қызым тастап кетті. Бірақ оның кесіріне түнгі 3-те кроватьта фонарик қосып жылап отқан жоқпын. Жылап отқан себебім бүгін далада жүріп жатқан кезде бейтаныс адам менің жағадан алған кроссовкімді басып кеткен. Даже кешірім сұраған жоқ. Мал. Мен психологқа өзім проблемамды айттым. Психолог маған сен психсің деген. Кім айтып отыр деймін де. Психолог маған уайымдама деді. Психтарға оңай ғой айту енді. Біз екеуміз дыхательный жаттығу жасадық. Ол демалды, мен демалдым. Походу бұл маған көмесіп жатқан сияқты. Мен қайтадан өмір не екенін сезіп жатқан сияқтымын. Дәл сол уақытта мен өзімді бақытты адам екенімді сездім. Психологқа рахметімді айттым. Ол маған консультацияның бағасын айтты. 70.000 теңге. Орнына келтірейін. Кішкене уверенно қалған сияқтымын. Ағай жалпы мен деген переключить ете берейін да. Сәлем, сұлу қыз. Рахмет. Мен ұялшақпын негізі бар ғой, бірақ сені көргенде кішкене сенімділік пайда болды. Ой, да не надо. Ойбай қасқа. Русский. Қазмұнайгаз. Қаз. Түшпадың ба? Бүгін келем сен түнге. Бетіңді оян! Түнің ба? Бұл өмірге не үшін туылғанын білесің ба? Не үшін келгенін білесің ба? Білмесең ағышты бұл өмір. Сол сендерден сұрап тұрмын, ойым өмір сүріп білесіңдер осыңдер хотя бы. Біз өмір сүргенде енді былай ғой? Осы өмірге бірінші рет өмір сүратым да осы өмірде сол. Қалай өмір сүру керек екенін айтып жіберіңізші. Қалай өмір сүру керек екенін айтқанда оны дейтін әке шешеңнен сұрамасаң біз дейтін біз сені туған жоқпыз ғой конкретно. Әкем шешем күнде жұмыста. Сол біз сені туысақ екен бір жөн айтатын осылай өмір. По приколу, допустим, тудыңды айтып жіберіңізші. Айтайын мен саған былай ғой, мотивация ғой. Жалпы достарың бар ма сенің? Достарым тек қана интернетте. Біріне атак былай по душам әңгіме анау мынау жоқ. Менде далаға шықсам барлығы урод дейді, анау мынау дейді. Енді кішкене бүйтіп ваняға барып кішкене бір жаққа барып не істейсің? Ваняға барсам кіргізбейді. Хотя үйде су жүрткен шығар, енді қаланың жағдайы бөлек, ауылдың жағдайы бөлек қой бауырым. Үйдегі суды экономдау керек, су ішем тек қана болды, жумаймын. Экономдағанда енді оны төлеп отырған сен емес. Жасың нешеде жалпы сенің? Өзім де ұмытып қалдым.
Жоғырсын былай ғой, сенің не десем бар, ақшаны экономнайтын десен жұмыс істеп жатырсың, мама папаң жұмыс істеп жатыр, сен неге қиналып жүрсің? Судың нахуй не істеп жүрсің? Экономдап жүрсің. Атат дейді оғым маған. Не істейді? Атат. Сенің ойынша кіммін мен? Для меня панда болып тұрсың. Мен пандамын ба? Да, панда. Че, белый? Сен көкшетаудікісің, атың кім? Камшат. Кәмшат. Ал мен Форс. Атым бар ғой? Менің ба? Да. Айттым ғой. Толық атым М Форс. М Форс. М деген жабайлықты білдіртеді. Форс деген мұңайтады адамды. Түсіндің ба? Ондай ат жоқ деймін. Бар. Нет. Удостоверение көрсетем. Көрсет. Ерініп тұрмын. Задай любое задание. Кет, құры. О, я подсяду. Кет. Кет ей. Задай любое задание. Кет деймін. Это год. Кет. Задай любое задание. Кет. Всё. Кет. Кет. Жоқ бол. Любовь. Жоқ бол. Ты на русском говори. Дальше. Далее. Далее. Түрмәнді жарым адамға ұқсайды. Мамбет. Лучше чатурлетка кірмей ақ қойсайсың. Неге? Натурмен адамды қорқытасың. Қорқытпаймын. Наоборот, сен қорқытасың осындай жүріспен. Маңдайыңды көрсетіп. Ладно, мальчик. Атыраусың ба? Ақтөбе. Мен Оралданмын. Блин, Оралданмын мен, Оралданмын. Жаңа Ақтөбе дедің ғой. Көшпелі ғой. Бірінші сыртчы сосын көреміз. Немен сүртем? Салфетка или бетін жу? Немен жуады? Уксуспен ба? Иә. Уксус Бірге бітіп ішкі қалды. қойсын еще. Уксус бітіп қалды үйде. Ондай. Оны не айтып отырсың? Қуасың ба? Точно Оралдансың ба? Иә, Оралданмын. Ал қай район бана айттым ғой? Жепах Пекинский. Ондай жоқ бізде. Бар. Жоқ. Местный емессің онда. Мессимін мен Қытаймен қалады өстім. Мен де кішкентай кезімнен қалай өстім. Эй, тербет балам. Что-то неудобно болып қалды. Мен де бала шағам бар еді просто.